О, махаббат, махаббат, мен хикаямды бастасам. Мен мектепте оқып жүргенде агент арқылы Абылай деген бала мен танысып, араласып, телефонымды алып, хабарласып жүрдік. Араласып жүргенімізге біраз уақытта өтті. Содан ол мені кездесуге шақырды. Екеуміз кездестік. Астанада жастар алаңында қаңтар айының 22 жұлдызында 22 қаңтар бұл күн әрдайым есімде. Бәрі де осы күннен басталды. Бір көргеннен ұнаттым. Суретке түстік. Сол сурет әлі де бар менде. Содан мен үйіме кеттім. Бәрі тамаша болды. Әр күн сайын ғашық бола бастадым. Даусым естісем болды. Ол маған жүрейік деді. Мен келістім. Осылай бәрі тамаша болды. Кездесуі, жылы сөздер, бәрі тамаша. Осылай бақытты күндер өткізгенімізге 1 жыл болды. Содан кейін арамыз суыта бастады. Екеуміз жүрмейтін болдық. Мен оны шын сүйдім. Бұлай бәрі бітеді деп ойламадым. Екеуміз айрылдық, араласпадық. Мен мектепті бітірдім. Оқуға түстім. Әрдайым оның аккаунтына кіріп жүрдім. Бір күні Диана деген қызбен жүріп жүргенін білдім. Жүрегім жаман ауырды. Бірақ бақытты болғанын қаладым. Көндім. Күндер өтуде. Мен колледжға түстім. Бәрі тамаша болды. Мойынсұндым. Бір күні Дилнура деген жан досым айтады маған. Назгүл осы біздің колледжде алдында Абылайдың қызы деп көрсеткен фотодағы қызға ұқсайтын қыз жүр. Сол-ау деймін. Өмір. Шынымен де солай болды. Оның қызы менімен бірге бір колледжде оқитын екен. Өмір қалай, а? Мен не істей аламын? Жүрдім. Жүрегім қан жыласа да жүрдім. Сөйтіп жүргенде Наурыз келіп, менің туған күнімде келді. Абылайды ұмытамын деп бел будым. Сөйтіп, 25 Наурыз менің туған күнім. Достарымды күтіп тұрсам, мені біреу қатты қағып өтті. Кім деп қарасам, Абылай. Жүрек, не істерімді білмедім. Жүрегім дүрсілдеп, қаншама уақыт көріспей дәл осы күнде кездескенді айтамда. Ол кетті. Жаралы жүрек қалды. Мен ешкіммен жүрмедім. 2 жыл оны күттім. Тағы кездесіп қалып жүрдік. Содан дос ретінде араласамыз. Осы 2023 жылдың 21 қаңтарында 3 жыл болады. Мен оны әлі де сүйемін. Әрбір адам баласының бір реттік ұмыта алмайтын алғашқы махаббаты болады екен. Достар, сіздер де пікірлеріңізді комментарийға жаза кетіңіздер. Алғашқы махаббатыңыз әлі есіңізде ме? Каналым ұнап жатса лайк басып, комментарий жазып, тіркелуді ұмытпаңыз. Қазақша контенттің дамуына өз үлесіңізді қосыңыз. Менімен бірге болып, мені тыңдағандарыңызға рахмет.